біздің көк туымыз, иә? Аспан сияқты. Ненің суреті бар туда? Күннің суреті бар екен, сосын? Бүркіттің суреті бар екен. Бүркіт ұшып келе жатыр екен. Алтыннан құйылған екен. Дұрыс айтасың, Аян. Дұрыс, көк туымыз атамекенімізде желбіреп тұр ғой, балалар. Атамекен деген ұғымын білесіңдер ме сендер? Не бұл атамекен деген? Туған жер. Туған жер екен. Дұрыс айтасыңдар. Балалар, бізге балалар келіп қалыпты. Қане, балалармен амандасайық. Сәлем, сәлем. Амансыңдар ма, балаларым? Бүгін Айым мен Аян қолдарында көк тулар желбіретіп тұр. Қандай әдемі, иә? Ал балалар, мына кішкентай жылқы атамекен туралы кеш түсініпті. Сендер осы атамекен, осы кішкентай жылқы туралы ертегіні білгілерің келе ме? Ендеше мен сіздерге қазір осы ертегіні айтып берейін, иә? Қорада тұрған жылқы иесімен бірге кең далаға келіп, иесі оны қазық қағып жіпке байлап кетіпті. Ал өзі жағадағы кішкене өзенге барып шомылуға кетіпті. Кішкентай жылқы қазықта байлаулы, жерден шөпті жұлып жеп, жусан жеп, рахаттанып, айналасына қарап тұрса, арғы жақтан дүбірлеп шауып келе жатқан жабайы жылқыларды көреді. Жабайы жылқылар шауып келеді. Бір орында тұрған, қимылдамай тұрған жылқыны көріп, олар келіп қасына тұра қалады да, жылқының қасына келіп, бұлай қарайды, неге бұл қимылдамай тұр? Деп, сен бұл жерде не істеп тұрсың? Деп, үрлеу келген жылқы сұрайды. Сол кезде кішкентай жылқы: немене, сен мені көрмей тұрмысың? Мен байлаулы тұрмын, дейді. Ал жабайы жылқылар оның қасына жақындап келіп, қазықта тұрған жылқыны көріп, қазықты көріп, мынау не деп сұрайды. Сонда кішкентай жылқы: бұл қазық, менің ием, осы қазыққа байлап кетті. Өзі мына арғы жақта өзенге шомылуға кетті, дейді. Сонда екінші жылқы тұрып: ал мынау не деп ауыздықты сұрайды. Сонда кішкентай жылқы: бұл ауыздық. Ауыздық не үшін керек деп сұрайды. Бұл ауыздық ием екеуміздің қарым қатынасымыз өз-өзімізге сенімді болу үшін кішкентай ғана жіп деп айтады. Содан олар сұрақтың үстіне алып, үсті-үстіне сұрақты қойып жатыр, бұл жауап үлгере алмай жатыр. Сонда үрлеу келген жылқы: сен осы жерде тұра бермексің бе, деп. Иә, дейді. Мен осы жерде тұра берем, ием келгенше, осы жерден шөп жеймін, жусан жеймін, дейді. Мені ием қораға апарып қояды, дейді. Ал қора деген не деп сұрайды. Қора деген ол менің жан-жағымды қоршап қойған кішкентай үйшік, дейді. Мен қожайыным екеуміз бірге базарға барамын, дейді. Сол кезде базарға барған кезде мен кең жазық далаларды көріп өтемін, дейді. Содан ішіндегі ең кәрі жылқы тұрып былай дейді: сен осы кішкентай ауыздықпенен байланып тұра бересің бе? Одан да жерді тепкілеп, ұша жөнеліп, қазықты суырып аласың ғой, дейді. Сол кезде әлгі жылқы: мен әлі кішкентаймын, мен жас кезімде, дейді, осы жіпті тартқылап, бұлай тарттым, қолымнан түк те келмеді, оны жұлуға шамам жетпеді, дейді. Сонда кәрі жылқы айтады: сен қаттырақ, өз-өзіңе сенімді болып, жерді теуіп жіберде, аспанға қарай бар ұшыңмен секіріп кел, дейді. Сонда кішкентай жылқы: шынында да мен солай жасап көрсем қалай болар екен, солай істеп көрейінші, депті.
өзі бар күшін жинап, аспанға қарап, аяғын жерге серпіп жіберген кезде әлгі қазық жерден атып шықты. Сөйтіп ол өзінің бос қалғанын сезінді. Сонда кәрі жылқы: арғы қырдың ар жағында не бар екенін білесің бе? Ол жақта кең жазық бар дейді. Ендеше сол жазыққа қарай шабайық, ұшайық деп барлық жылқылар тыпырлай шаба жөнеледі. Ал әлгі қорадан шыққан жылқы жан-жағына қарап, мені ием іздеп қалмас па екен деп әр ойланып, бер ойланып, бір кезде шаба жөнеледі. Шауып келеді, аспанға ұшып шауып келеді, жерден шөпті жұлып алып, ақ көзін ашып жұмып, шауып келеді. Бір кезде демін кішкене басып, жан-жағына қараса, бір топ жылқылар жүр екен. Жылқыларға қарап: қандай керемет! Мен өзімнің көкірегімнен ауаны жарып өтіп, жерге аяғым тимей, құстай самғап, аспанда ұшқан секілді шауып жөнелдім деп өзінің ішкі сезімін айта бастайды. Сол кезде әлгі жылқылар: ол еркіндік депті. Сонда жылқы: сонда немене, өз еркінімен далада шауып, құстай ұшып жүру ол еркіндік пе? Ендеше мен өз ата мекенімде еркін құс секілді ұшып, шауып жүргенімді қалаймын депті. Сол жылдан бері біздің үй жылқымыз еркіндікті мойындап, ата мекенде еркін шауып жүріпті. Ал ата мекен не екен жылқы сонда түсініпті. Ендеше балалар, сен түсіндің ме? Иә. Қане барлығымыз ата мекен туралы әнімізді айтайық, иә? Иә. Жасыл жайлау, түкті кілем, көк кілемде көп ойнаймын, көк кілем маңдайымнан сипап өткен самалды қазағымның алақаны тептерем. Қайда жүрсем ата мекен көкейімде жатады екен, күннің өзі қимайды оны ұясында батады екен. Ой, жарайсыңдар балалар, ата мекен туған жерімізде барлығымыз еркін жүрейік. Қане енді балалармен қош айтысайық. Сау болыңыздар.